Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 46-шы сабақ. Бүгінгі тақырып ұланымыз ұлы елдің. Бүгінгі сабақта өлеңге тән басты сипаттарды білесің. Бірінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Ұланымыз ұлы елдің. Әуеге асқақтаған өлеңіміз. Бақытты байтақ елдің бөбегіміз. Жорыққа тауларына жиі шықсақ, сол таудай асқақ болсақ дегеніміз. Ұлы елдің әлпеш деген ұланымыз. Сол елге лайық болу ұранымыз. Сайларда сыңғыр қағып аға тұғын, сарқылмас сан дауысты бұлағымыз. Құлпырған еліміздің ұл қызымыз, әзірге маңдайдағы құндызымыз, арасын жер мен көктің жалғайтұғын, ертеңі жарқыраған жұлдызымыз. Қастек Баянбай. Екінші тапсырма: өлеңнің басты сипаттарын біліп ал, түсіндіріп айт. Балалар, бұл сызбада ереленген жол бұл өлеңнің жолы. Төртбұрыш және дөңгелек өлеңнің ұйқасы болып табылады. Тармақтарға қарасақ, ереленген жол және сөйлем төртбұрышпен аяқталған. Бірінші, екінші, төртінші тармақ ұйқас өлеңнің ұйқасымен аяқталған екен. Бұл жерде балалар төрт тармақ бір шумақ болып есептеледі. Үшінші тапсырма: ұйқасып тұрған өлең сөздерін теріп жаз. Үлгі: өлеңіміз, бөбегіміз дегеніміз. Ұланымыз, ұранымыз, бұлағымыз. Ұл қызымыз, құндызымыз, жұлдызымыз. Соңғы төртінші тапсырма: сызбаға сай берілген өлеңнің бір шумағын талдап көрсет. Құлпырған еліміздің ұл қызымыз, әзірге маңдайдағы құндызымыз, арасын жер мен көктің жалғайтұғын, ертеңі жарқыраған жұлдызымыз. Бұл жерде балалар ұйқас сөздер: ұл қызымыз, құндызымыз, жұлдызымыз. Бұл жерде балалар ұйқас сөздерге төрт бұрыш белгісін қоямыз.